Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға батулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Кішкентай баласының мәйіті 10 күн бойы балконға тығып қойған. Ақтөбеде ұлын өлтірді деп айыпталған Артур Ахунов мәлімдеме жасады. Сот отырысында Ахунов баланы өлтірген үшеуінің сыңары деп шықты. Оның сөзіне қарағанда, балалары ойнап жүргенде жазатайым уақиға болған деп жазады КТК. Ол қызмен ойнағанды өте жақсы көретін. Олар ойнап бастады. Оны жіберіп қалған бетонға баспен түсті. Артынша үлкен ұлым түсінбей итеріп жіберді. Сол сәтте ол еденге соғылды дейді Ахунов. 41 жастағы ер адам әртүрлі отырыстарда түрлі сылтау айтып жүр. Бірақ ол өз кінәсін мойындамай отыр. Тіпті сотта не себепті жедел жәрдем шақырмағанын да түсіндіре алмады. Тергеу кезінде баланың мәйіті жалдамалы пәтердің балконында 10 күннен астам уақыт жатқаны анықталды. Артынан 4 жасар Даниэльдің денесін сөмкеге салып алдын ала қазылған шұңқырға таксимен апарып көмсеп тастапты. Сот сараптамасына сәйкес бала басынан ауыр соққы алғанына қайтыс болған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.